Сәлеметсіңдер ме? Бұл Қонжық каналы. Бүгін мен сіздерге мынандай қағаздан бақаны қалай жасау керек екенін үйретпекшімін. Ол үшін бізге мынандай қағаз және де қайынша және де қалам керек. Ал енді жұмысымызды бастайық. Бірінші қағазды төртбұрышты қылып алу үшін қағазды былай қайырамыз, түп-түзу қайырамыз осылай. Одан кейін мына жағын қиып тастаймыз. Сонда қағазымыз төртбұрышты болып шығады. Мінекей, бұл қағаз керек емес бізге. Сосын бұны ашамыз, былай қайырамыз. Былай қайырамыз. Сосын мына сызықтың бойымен былай қайырамыз. Мінекей. Сосын мына жағында тап солай етіп қайыру керек. Ал енді бұны жақсылап қайырып алу керек, былай. Өйткені қазір біз мынандай үшбұрыш жасаймыз. Мінекей. Мына жағын түп-түзу болу керек. Сонда бақамыз да әдемі болып шығады. Мінекей. Ал енді мына жағында осылай қайырамыз. Мінекей. Түп-түзу болу керек сол үшін. Сосын мына жағын былай ашамыз. Мына сызықтың бойымен мына жерін түп-түзу қылып былай қайырамыз. Мінекей. Осылай мына жағында да солай қайыру керек. Мінекей. Сосын мына жағын да тап солай қайырамыз. Мінекей. Түп-түзу былай қайыру керек. Мінекей. Сосын мынаны былай ашамыз. Ашқан кезде мынау қайық сияқты болады былай. Сосын мына сызық өзі көрсетіліп тұр, сол сызықпен былай қайырамыз. Сосын аяғын істеу үшін мынандай қайырамыз. Мінекей. Бізде аяғы дайын болды, енді қолын істеуге кірісейік. Қолын істеу үшін мынаны қолын басынан шығарып істеу керек. Былай қайырамыз. Түп-түзу мына жағын. Мынаны да басынан шығарып, мына қолмен бірде түп-түзу қайырамыз. Мінекей. Бақамыз шықты. Ал енді оның көзін салу керек. Мінекей, мойнын саламыз. Бақамыз дайын болды. Мінекей. Қонжық каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.